Армысыздар, қадірменді телегөрермен, эфирде жаңалықтар. Студияда Райхан Сайранбек, бүгін көретіндеріңіз. Балқаш қаласында ауыз су, балабақша, жол, әуежай секілді шешімі табылмаған мәселе көп. Бұл Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбектің халықпен кездесу барысында мәлім болды. Қарқаралы ауданына қарасты Мартбек Мамраев ауылдық округіндегі шаруа қожалықтың бірінде құтырма дерті дерегі тіркелді. Мал дәрігерлері не дейді? Сәлден соң. Қарағандыда Алаш ардақтысы ұлт ұстазы, қазақ тіл білімінің негізін қалаушы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған алғашқы облыстық құрылтай өтті. Қарағанды облысының әкімі Балқаш қаласына сапармен барды. Қалада ауыз су, балабақша, жол, әуежай секілді шешімі табылмаған мәселе көп. Өңір басшысы тұрғындармен кездесті. Балқаштықтар облыс әкіміне автожолдардың нашарлығын айтып шағымданды. Асфальт шұрық тесік, қырық жамау, ал жол жиегіндегі тастар мүжіліп, үгітіліп жатыр екен. Қала басшылығы аталған кемшілікті алдағы жазда реттемейміз дейді. Себебі биыл жер астындағы су құбырларының 30% жаңартылмақ. Бұл біршама көше қазылады деген сөз. Будет продолжена реконструкция. М1, М2 жылу магистралдық желілерін қайта жаңарту жалғастырылатын болады. Биыл республикалық бюджеттен 456 миллион теңге бөлінді. Екінші және үшінші кезектегі қалашылық су құбыры желілерін қайта жаңартуға 700 миллион теңге бөлінді. Бұл жобаны біз биыл алғаш рет қолға алып отырмыз. 4,8 миллиард теңгенің бірінші кезегі қаржыландырылды. Қоңырат шағын ауданындағы Финская, Октябрьская көшелеріндегі орамшылық жылу желілерінің құрылысы. Өткен жылы біз бұл жобаны бастадық. Биыл 200 миллион қаржы бөлінді. Құрылыс маусымы басталысымен осы жұмыстарды жалғастырамыз. Кездесу ашық микрофон форматында өтті. Тұрғындар облыс әкімінің алдында тікелей өздерін алаңдатқан мәселелерді қозғады. Мысалы, ондағы әуежайдың да жай-күйі назарға алынды. Жеңіс Қасымбек әуежай қала активіне берілгенін айтты. Жақын арада жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жазда Нұр-Сұлтан, Балқаш, Алматы бағыты бойынша 10 рейс іске қосылады. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласында да өтініштер болды. Атап айтқанда, Шұбартөбек пен Тораңғылықтағы ауыз су мәселесі қозғалды. Жергілікті биліктің айтуынша, Қазақмыс компаниясы су құбыры және кәріз желілерінің құрылысына жобалық сметалық құжат әзірлей бастапты. Облыста жалпы Балқаш қаласында да көптеген жаңа жұмыс орындары ашылды. Сіздерде де бірнеше жаңа инвестициялық жоба іске қосылып жатыр. Биыл бәрі дұрыс болса, жаңа күн электростанциясы Қазақмыс компаниясы жасап отыр. Осы жылдың соңына дейін іске қосылады. Былтыр Қоңыратқа біз жылу желісін тарттық. 15-18 шақырым. Қазір Қоңырат қаладан жылын алып отыр. Облыс әкім азаматтарды жекеде қабылдады. Кейбір тұрғындар Сванкулов орамына балабақша салуды сұрады. Ал басқалары Саяқ кентінде ауыз судың тұрақты берілмеуін айтты. Ерек Нарын, Мұрат Төкенов, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы. Қарағанды фармацевтикалық кешенде ревакцинацияға арналған Спутник Лайт вакцинасының алғашқы легі шығарылды. Екпе Ресейдің ұлттық зерттеу орталығында жасалған. Оның тиімділігі шамамен 80% құрайды деп отыр мамандар. Бұл вакцинаның бірінші партиясы Қарағандыда шығарылды. Қазір екпе өндіріс талаптарының сәйкестігін бақылау мен тіркеу үшін Ресейге жіберілді. Біз жыл басында Спутник Лайт вакцинасының 150 мың дозасын әкелдік. Ал гуманитарлық көмек ретінде фармация СК-да бізге сондай вакциналар босатты. Біздің кәсіпорын осы вакцинамен ревакцинация жүргізді. Қарағанды фармацевтикалық кешені халықты вакциналау үшін әлемде алғашқылардың бірі болып, COVID-19 қарсы Спутник V препаратын шығаруды оң жолға қойды. Былтыр ақпан айынан бастап жұқпалы індетпен күресу үшін елді емдеуге 7 миллион доза қажетті екпе жөнелтіліпті. Мы одни из первых вакцинировались. Біз зауытта дәл осы екпені енгізген кезде алғашқылардың бірі болып вакциналандық. Егер мемлекеттен қажеттілік болса, біз Спутник Лайт өндірісін жедел бастауға дайынбыз. Коронавирусқа қарсы вакцинадан бөлек Қарағанды фармацевтикалық кешені қатерлі ісік, гемофилия, склероз, қант диабеті және тағы басқа ауруларға қарсы тиімділігі жоғары дәрілерді шығарады. Кешеннің қуаты жылына 4 миллионға дейін әлеуметтік маңызды препараттар өндіруге қауқарлы. Жанбота Рахметуллаұлы, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы. Қарқаралы ауданына қарасты Мартбек Мамраев ауылдық округіндегі шаруа қожалықтың бірінде құтырма дерті дерегі тіркелді. Ветеринар мамандардың өзі қауіпті індеттің ірі қарадан анықталғанын растап отыр. Құтырмаға қарсы қыстақтағы шаралардың анық-қанығын әріптесім Жанбота Рахметуллаұлынан естіп білейік.
Құтырма қауіпті ауру. Ал Мартбек Мамраев ауылдық округінің Тағдыр шаруа қожалығындағы сиырдан жұқпалы індеттің белгілері анықталды. Бұған Мақаш қыстағындағы 4 ірі қараның ауру бөлгені нақты дәлелдейді сала мамандары. Енді аталған аумақта ветеринариялық санитариялық шаралары жүргізілетінін айтады Данияр Мерғазин. Осыған байланысты ауданның бас мемлекеттік ветеринариялық санитариялық инспекторы жергілікті Мамраев ауылдық округінің әкіміне шектеу жариялау жөнінде ұсыным берілді. Осы ұсыным жарияланған күннен бастап сауықтыру іс-шаралары жүргізілді. Енді бүгінгі күнге осы 4 наурызда берілді ұсыным, әлі күнге дейін ұсыным шыққан жоқ. Енді осы сауықтыру іс-шараларының негізгі дер уақытында атқарылуына осы ұсынымның уақытында шығуы себеп болады. Қазіргі таңда бекітілген ережелерге сай осы шаруашылықтағы 4 түліктің өнімдерін әкелу мен әкетуге түгелдей тыйым салынды. Қауіпті дерттің шығу себебі жабайаңдардың тістеу салдарынан дегенге саяды облыстық аумақтық инспекциясы басшысының міндетін атқарушының пайымы. Өйткені дәл сол аумақ аурудың табиғи ошағы деді жауаптылар. Қарсақ, түлкілер, осыны аурумен ауырған жануарлар, үй жануарларын тістеген уақытта осы ауруды жұқтырады. Бұл ауа арқылы таралмайды. Ветеринариялық, санитариялық іс-шаралар республикалық эпизоотияға қарсы күрес отряды мекемесінің тарапынан жүргізіледі. Құтырған мал адамға жүгіреді, басқа малдарға жүгіреді, тістейді. Сонымен қатар жарықтан қорқады, судан қорқады. Осындай белгілері бар. Әйтсе де тиісті құжаттары сәйкес келген жағдайда құтырмадан қырылған ірі қараларға республикалық қордан өтемақы төленеді. Бүгінде қыстақтағы эпизоотиялық ахуал мамандардың қатаң бақылауында тұр. Алайда індет сиырдың жүйке жүйесіне тікелей әсер ететін жұқпалы ауру деп отыр ветеринарлар. Сондықтан құтырмамен адамдар және жабайаңдар мен үй жануарлары ауруға бейім. Егер дер кезінде дертті алдын алмаса, құтырманың соңы көбінесе өлімге әкеледі екен. Жанбота Рахметуллаұлы, Алмаз Нұрбек, Нұрсұлтан Исаев, Сарыарқа телеарнасы. Қарқаралы ауданда ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған бастамалар өз жемісін беруде. Осы арқылы шалғайдағы ауылдарда асыл тұқымды ірі қара өсіру қарқын алған. Тақырыпты тілші тарқатсын. Ерсін Әбеуов Қарқаралы ауданына қарасты Бесоба ауылы Қызылту бөлімшесінің тумасы. Ата кәсіп мал шаруашылығын дамытуды қолға алған. Қазір аудандағы алдыңғы қатарлы шаруашылық иесіне айналған. Соңғы 2 жылда агротехниканың ең озық үлгісін сатып алып, қысқы мал азығын да өз күшімен жиып алған. 2017 жылы, 18 жылдары 12 ақбас құнажын әкелгем, сатып әкелгем. Сол асыл тұқымды деп. Сонымен осы қазіргі таңда олар 50 басқа жетті, асыл тұқымды, аналық бассын. Қазіргі таңда 2 жыл, биыл 3 жыл болды. Сол төлден түскен малдарды біз асыл тұқымды бұзауларды, ақбас бұзауларын құжат жүзінде шаруа қожалықтарына сату жұмыстарымен қазір жұмыс жасап жатырмыз. Қызылту бөлімшесіндегі қожалық иесі іс алға басып, мал базасында кеңейткен. Осы қарқынмен ақбас сиыр санын арттыра түссе, 3-4 адамды еңбекпен қамтуды көздеп отыр. Осыдан шамамен 5 жыл бұрын ауыл шаруашылығын дамытуды көздеген қожалық иесінің бүгінде 100-ден астам ірі қарасы, 60-қа жуық жылқысы бар. Ол өткен жылдың қысынан ақбас сиырдың 40-тан астам жас төлін алған. Қыс бойы жас төлді жеке базда күтіп баптап, оларды көктем келе қожалық иелеріне сатылымға шығармақ. Бесоба ауылдық округінде Ерсін Әбеуов секілді қожалықтардың өрісін кеңейтудің арқасында ірі қара 7 мыңға жылқы саны 5 мыңнан асқан. Тіпті мемлекеттен бөлінетін субсидия мен инвестиция көлемі де айтарлықтай ұлғайған. Жалпы округте басым бағыт мал шаруашылығы. Соның ішінде бізде қазір 40-42 шаруа қожалығы осы ауыл шаруашылығында, мал шаруашылығында қызмет етіп жатыр. Олардың бізде қазіргі күні округте 12 дана техника алынды 21 жылы. Соның ішінде инвестиция көлемі 92 миллион теңгені құрады. Барлық бағдарламаларды пайдаланып жатырмыз. Ерсін Әбеуовтің тірлігі Бесоба ауылдық округінде жүргізіліп жатқан қожалықтардың бірі ғана. Бұл аудандағы ауыл шаруашылықтың алға басу үшін жасалған жұмыстардың жемісі. Мақсат Бейсенаев, Олжас Қаббасов, Алмаз Хамид, Сарыарқа телеарнасы.
Бұқаржы ауданы бойынша 232 адам жұмыссыздар қатарында тіркеуде тұр. Осы мәселелерді түбегейлі шешу үшін облыстық жұмыспен қамту орталығының өкілдері Бұқаржы ауданында болды. Ботақара кентіндегі тұрғындардың жұмыспен қамтылуына басар назар аударды. Арнайы семинар ұйымдастырып, мобильді жылжымалы жұмыспен қамту пунктінің жұмысымен танысты. Тілшіміз Сейтқали Әшім тарқатады. Бұқаржы ауданында жұмыссыз жандарға еңбек көзін тауып беру бағытында біршама істер қолға алынған. Осы ретте мобильді жылжымалы жұмыспен қамту пункті шалғай ауылдарды аралауды жөн деп санаған. Саланың жауапты мамандар бос жұмыс орындар жайлы түсінік бере отырып, мемлекеттік бағдарлама аясында өз ісін қалай ашуға болатыны жайлы айтқан. Бастау бизнес бойынша, облыс бойынша 1250 адамды оқытамыз. Солардың бәрін халыққа түсіндіріп, мемлекеттің осы жұмыспен қамту саласындағы көрсетіп жатқан қолдау шараларын бәрін халыққа жеткізіп отырмыз. Сондай-ақ мынау облыс бойынша осы ақпан айынан бастап бос жұмыс орындарын жәрмеңкелер өткізіп жатыр. Ол енді жәрмеңкелерді мынау халық көп шоғырланған жерлерде өткізіп жатыр. Семинарға мекеме мен компаниялардың өкілдері қатысып, өздеріне қажет мамандықтар жайлы ұсыныстар білдірді. Ілкімді шара барысында сондай-ақ сұранысқа сай мамандықтар бойынша тегін оқыту мүмкіндіктерін жеткізді. При поддержке государства и мы обучаем людей, так как государство оплачивает курсы обучения, еще и платит нашим учащимся стипендию. Жұмыссыздықпен күресті күшейту мақсатында жүзеге асырылып жатқан тағы бір жоба бастау бизнес арқылы кәсіпкерлікті дамыту. Оның аясында Ботақара кентінің тұрғындарына өз ісін ашу үшін 530 мың теңге қайтарымсыз несие берілген. Сол бойынша кәсіпкерлер тұрақты жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік алған. Осыдан апаратам сиырымды көбейтіп, кредит алдым. Біраз сауын сиыр қосып алып, 15 сиыр сауам қазіргі таңда. Осы кәсіпмен айландырып, осымен балаларымды оқытып жеткізіп, осы неді халыққа дұрыс өнім тұтынайын деген ниетпен жұмыс жасап жатырмын. Әр кәсіптің иелері мамандығына сай оқытылғаннан кейін мемлекеттен қайтарымсыз грант ала алады. Биылғы берілетін қаржы 1 миллион 200 мың теңгеге дейін өскен. Бұл сомаға көп балалы аналар, мүгедектер, сондай-ақ 29 жасқа дейінгі жастар қол жеткізеді. Сонымен қатар жұмыссыз жастар үшін де әртүрлі бағдарламалар іске қосылған. Өткен жылы 583 мың теңгеден грант берілсе, биыл әлеуметтік несие алушылар саны 2 есеге артқан. Сонымен қатар жастар тәжірибесі арқылы жұмысқа орналасу қарастырылған. Бұқаржы ауданында 90 сайын еңбек жәрмеңкесі өтеді. Қазір ауданда 232 жұмыссыз тіркеуде тұр. Жас жұмыссыздар үшін біз жастар тәжірибесі, сондай-ақ алғашқы жұмыс жобаларын ұсынып отырмыз. Жұмыссыздарға ақылы қоғамдық жұмыстар мен арнайы жұмыстарды да ұсынамыз. Сонымен қатар Бұқаржы ауданында жұмыссыз азаматтар үшін 90 сайын бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өткізіліп тұрады. Татьяна Смайылова жастар тәжірибесі арқылы Гагарин мектебінде жұмысқа тұрған. Ол тәлімгер ретінде тұрақты жалақысын алады. Бастысы біліктілігін арттыру үстінде. Мен ерекше ризамын. Осындай бағдарламаға жас маман ретінде тәжірибе алуыма зор көмек болды. Жетекшімнен көп тәлім алдым. Мен осы Гагарин атындағы мектепте жарты жыл бойы іс тәжірибеден өтемін. Бүгінде облыста 5400 жұмыссыз ресми түрде тіркеуде тұр. Қазір аймақта 6000-нан астам бос жұмыс орны бар екен. Сейтқали Әшім, Алмаз Хамид, Сарыарқа телеарнасы. Қарағанды облысында жыл басталғалы 8 барымташы, яғни мал ұрлаушы ұсталған. Қылмыскерлерді барымта деп аталатын республикалық жедел алдын алу іс-шарасы аясында қолға түскен. Әлгі 8 қылмыскер операцияның алғашқы 3 күнінде ұсталыпты. Сондай-ақ осы жылға дейін жасалған 14 қылмыс ашылған, 11 ірі қара және ұсақ мал ұрлығын жасаған 2 қылмыстық топ әшкереленді. Ауқымды жұмыстардың нәтижесінде 2020-2021 жылы Шет ауданында атып алу арқылы мал ұрлығын жасаған қылмыстық топтың жұмысына нүкте қойылды. Тінту жұмыстары барысында күдіктілердің тіркелмеген қаруы және айғақ заттары тәркіленді. Ұлытау ауданында 2021 жылдың қараша айында 3 миллион теңге сомасына ірі қара мал ұрлығын жасаған 2 адам ұсталды. Барлық фактілер бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің мал ұрлығы бабына сәйкес іс қозғалды. Аталған баптың санкциясына сәйкес күдіктілерге дүние мүлкінің тәркілену арқылы 3 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығын айыру көзделген.
Айта кету керек, мал ұрлығына қарсы іс-қимыл үшін республикалық және облыстық маңызы бар автожолдарда 21 блокпост қойылды. Бұрын жоғалып кеткен 90 бас мал табылып, иелеріне қайтарылды. Ерік Нарын, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы. Жергілікті билік көктемгі мерекелерге орай қаламызды ерекше безендіруде. Облыс орталығының көрікті жерлерінде пайда болған айрықша көріністер көздің жауын алады. Мерейлі мейрамның нышандарын алдағы бейнематериалдардан бірге қарайық. Қарағандыда мерекенің белгісі бірден аңғарылады. Бекітілген тұжырымдамаға сәйкес облыс орталығында 700-ге жуық безендіру элементтері орнатылады. Бұл сәулеттік кескіндемелік пішіндер, жарық шамдарына жалғанатын түрлі түсті сымдар мен алуан түрлі құрылымдар. Бүгінгі осы қазіргі келе жатқан көктем мерекесіндегі 8 наурыз және ұлттық мейрамымыз наурыз мейрамына қарсы ауданымызда безендіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл атап өткендей ең бірінші бұған арнайы концепция жазылады. Айрықша құрылымдар кеншілер мәдениет сарайы мен орталық әмбебап дүкен және вокзалда пайда болады. Бұған қоса облыс орталығының ең шырайлы деп саналатын көшелері де ерекше көмкеріледі. Алайда қаланы безендіру кезінде тұрғындардың тілектері де ескеріледі. Дегенмен жергілікті билік мерейлі мерекелерге мейлінше қызу дайындық жүргізіліп жатқанын айтады. Бұл ең бастысы біздің орталық алаңдарда Бұқар Жырау көше, Проспектісі көшесі, Сарыарқа көшесі, Аманжолов көшесі, Назарбаев көшесі, Чкалов көшелерінде өздеріңіз жылда көріп жүргендей, столбыларымызға светодиодтық кронштейндар ілінеді. Жергілікті билік қаланы мерекелік безендіруге бюджеттен қанша қаражат бөлінген туралы тіс жармады. Әйтсе де мұндай безендіру арзан тұрмайтыны анық. Түсірілім барысында біз Әлихан Бөкейхан атындағы ауданды да айналып өтпедік. Атап айтқанда 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мен әз наурыз мейрамында керемет туындылар мемлекеттік және мәдени мекемелердің жанында көрініс табады. Жанбота Рахметуллаұлы, Қайрат Қайырұлы, Алмаз Нұрбекұлы, Сарыарқа телеарнасы. Қарағандыда қазақтың рухани көсемі атанған Алаш ардақтысы, ұлт ұстазы, қазақ тіл білімінің негізін қалаушы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған алғашқы облыстық құрылтай өтті. Білім басқармасы өткізген құрылтай ұлт ұстазының мерейтойын атап өту бойынша облыстық іс-шаралардың бастамасы болды. Шараға мектеп басшылары, педагог қызметкерлер, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мектептер, Ахметтанушы, алаштанушы ғалымдар қатысты. Онлайн режимде облыстың 500-ден астам ұстаз қосылды. Олар ұлт жыршысының бүкіл түркі жұрты үшін жасаған еңбегін атап өтті. Жалпы бүгінгі құрылтайда алдағы уақытта облыстың білім беру ұйымдарында атқарылатын жұмыстарға старт беріледі. Міне жалпы облыстық жоспармен таныстырылады. Ұлт ұстазының мерейтойына арналған іс-шаралар легі бекітілді. Солардың арасында баскетбол бойынша қыздар мен ұлдар сайысы, Ахмет Байтұрсынұлы оқулары, Ахмет бізбен онлайн викторина, облыстық қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдердің съезі өткізіледі деп жоспарланған. Айында Ахмет Байтұрсынұлы есімі берілген білім ұйымдары ахаң жүріп өткен жолмен туған еліне экспедиция ұйымдастырады. 14 сәуірде Қарағанды қаласы білім бөлімі Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық мұрасы тақырыбында форум өткізеді. Форумға ұлт ұстазының туған жері Қостанай облысынан арнайы қонақтар шақырылады. Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен шығармашылығын кеңінен насихаттау мақсатында білім басқармасы мен облысымыздағы Ахмет Байтұрсынұлы есімі берілген 5 мектеппен альянс құрылыпты. Мектептер өзара бірлесе отырып жыл аяғына дейін түрлі іс-шаралар өткізуді жоспарлауда. Желтоқсан айында ғылыми практикалық конференцияда жыл қорытындыланады. Райхан Сайрамбек, Нұрсұлтан Исаев, Алмас Хамид, Сарыарқа. Әріптестерім дайындаған жаңалықтар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Арқаның бас арнасы Сарыарқамен бірге болыңыз ағайын.